Романтика. Осы сөзді естіген өзін құрметтейтін әр еркекте бас ауруы пайда болып, іші ауырып, құсқысы келіп кетеді. Тазигіңді дайындай берсең болады. Себебі бұл видеода менің обычный видеоларымнан қарағанда кринж көлемі 2 есе. Жеге айтпақшы, менің телеграм арнама жазылып, чатқа қосылып кетіңдер. Себебі арнада 100 жазылушы болғанда мен өзімнің үйімді ойнатамын. Видео басталмас бұрын мессенджерге Маркус деген арнаны ұсынғым келеді. Жаңадан ғана ашылған арна. Атака Титановқа шолу жасапты. Ой, ол уже шығып қойған деп игнорить етудің орнына кіріп қолдау көрсетіп жіберейік. Қазақты қазақ қолдамаса, кім қолдайды? Не издевайся Нагаторо, немесе Нагаторо болма. Егер де оны немісшеге аударсақ, сан кайн Нагаторо болады. Қуасың ба, немісшенің не қатысы бар деп айтайын деп жатсаң, анимедегі кейіпкер Нагаторо маған 20 ғасырдың немістерін есіме түсіреді. Бір маңызды нәрсе. YouTube деген ишак менің алдыңғы видеомда жақтырмағандықтан, келесі видеоларда анандай контент кездеспейтін болады. Но это не точно. Сонымен анимеге оралсақ, сюжет анау айтарлық қызық емес. Оны кейіпкерлерінен ақ түсінуге болады. Наото Хачиоджи, обычный школьник. Бір күні кітапханаға барып домашканы істеп тастайын десе, талпа қыздарға тап болады. Әрине романтика болғандықтан басты кейіпкер трәпкі. Оны қыздар мазақтап күле бастайды. Наото терпила болғандықтан дым демейді. Сонда қыздар кетіп қалады. Бірақ Хаясы Нагаторо дейтін қыз қалып, онымен таныспақ болады. Бірақ бұл жақсылықтың нышаны емес. Сонда Наотоның 11-ші сыныпта, ал Нагатороның 10-ші сыныпта оқитынын білеміз. Наото одан үлкен болғандықтан Нагаторо оны сэмпай деп атайды. Наотоның достары неге жоқ екені түсінікті. Сюжет барысында Нагаторо Наотоны буллит етудің орнына ғашық бола бастайды. 12-ші бөлімнің соңы екеуінің бірге концертке бара жатқанымен аяқталады. 2023 жылғы 2 маусым бастала салысымен аниме бізді кринжбен тамақтандырады. Бірде Наото Нагатороның туфлиін жаламақшы болса, бірде тіпті оның жоқ жерін случайно ұстап қалады. Ито бұл 2 маусымның 1 бөлімі ғана. Әрі қарай не болатынын елестете алмаймын. Бұл аниме менің талғамымдағы үздік романтика атағына ие бола алмайды. Бұлай айтқанда, Моя девушка не только милая. 2022 жылдың 10 сәуірінде шыққан говно. Бұл аниме Нагаторо секілді деп нүкте қоя салуға болады. Себебі мұнда да кейіпкеріміз трәпкі. Есімі оның Ю Изуми, ал оның тянкасының аты Шикимори. Нагатороны 10 секунд көргеннен кейін құсқым келсе, бұл анимені 1 секунд көріп кринждан қайтыс болдым. Сонымен Изуми сабаққа кешігіп бара жатыр. Оны анасы Матоко оятады. Үйінен шыққан Изуми 7-ге дейін жерден таяқ жейсің демекші, тасқа сүрініп жерге амп етеді. Сосын қалай екені белгісіз аспанда ұшып жүрген құстың боғын көріп, бұрылып қаламын деп жерге құлайды. Көріп отырғандарыңдай бұл бейшара 16-ға толып жерге құлап жүр. Өскенде қайдан құлайтыны белгісіз. Кейін Изуми кеңкелес па білмеймін, көзін жұмып жүгіреді. Алайда оған дым болмайды. Оны бір Шикимори деген қыз күтіп тұрады. Бұл айтпақшы оның қызы. Қызы әпшесі емес. Жұрттың көзі сол қызға ғана түседі. Тек көріп отырған маған ғана. Аниме соңы толығымен қалай аяқталғанын білмеймін. Өйткені оған уақытымды құртқым келмейді. Біреуі нормально бітті десе, біреуі онша емес дейді. Ал маған железно похуй. Эта фарфоровая кукла влюбилась. 2022 жылдың 9 қаңтарында жарық көрген кезекті мусор. Басты кейіпкер Вакана Годжо. Құдайға шүкір Сатору Годжо емес. Ол атасының жолын қуып қуыршақ жасаумен айналысады. Оны жай ғана салып қоймай, арасында өзінің жасаған туындысына тамсанып, баклажанымен ойнайтыны да бар. Жоқ, ол кеміс емес, өйткені ол да мен секілді 15-те. Сонымен 15-тегі школьник қуыршақ жасағанды ұнатады. Оның әдеттегі романтикалардағыдай роднойлары жоқ. Хотя бар болса да достарыңа қуыршақ жайлы тем айтпайтын шығар. Мектепте терезенің жанында отырған Годжо терең ойға батады. Газды өшірдім ғой мен точно. Сол кезде оған абсолютно кездейсоқ Мәрин Китагава деген қыз алдына ұшып түсіп партаға басын амп етеді. Сөйтсе Маринді оның подругалары лақтырып ойнап жүр екен. Мұндай подруганы жаумада тілемеспін. Сосын Марин нахуя екені белгісіз Годжоның қолында тұрған бір бәлеге қадалып қалып, қолын ұстайды. Ал Годжо ұялып қалады. Кейінірек Годжо Наото секілді терпилоид болғандықтан кезекшілікті бір өз атқарады. Сыныпқа кірген Марин қалғандары қаяқта дейді. Годжо мыңқылдап жұмыстарымен кетті дейді. Марин болса, сен не чорсың ба? Айтпайсың ба наху? Мужиксің ба өзі деп бір сілкіп дәу мотивейшн береді.
Сол бір сәттерден біраз күн өтеді. Годжо мектептегі тігін машинасының көмегінен қуыршағына көйлегін тігіп бермек болады. Сонда әрине басқа біреу емес, дәл Марин келеді де оның қуыршақ ұстап отырғанын көріп вахуй болады. Ал Годжо көті ойнап кетіп, қуыршағын құлатып ала жаздап, оны ұстап қалып, бір жерің ауырып қалған жоқ па? Деп слух айтады. Оны естіген Марин ахуевать етеді. Солай общениелері басталады да әрі қарай екеуінің қарым-қатынасы жақсарады. Ал соңғы серия, по-моему, екеуінің Жапонияда өтетін фестивальға барғанымен аяқталады. Түнгі 5-ке дейін сөйлесіп жатып, Марин ұйықтап қалған Годжоға сезімін білдіреді. Екінші маусым қателеспесем наурыз айында шығуы керек. Осы анимені мен шыққан кезінде бірден 12-ші сериясына дейін толығымен қарап шыққанмын. Бұл негізі мақтанатын нәрсе емес, жылайтын нәрсе. Хотя қазір бұл аниме кринждан басқа ешқандай сезімді оятпайды. Ал ендігі паносты бастамас бұрын мен қандай анимені қойсам екен деп ұзақ ойландым. Сендер итак осы 3 анимеден жүректерің айнып, бля, қашан бітеді деп отырғандарыңды біліп, мен арнайы ең говно сөзбен айтып жеткізе алмайтын нашар анимені таңдадым. Бәрі сен үшін, менің қымбатты көрерменім. Бұл аниме «Любовь и ложь». Сюжетті айтпас бұрын қызық факт. Бұрын мен осы анимені бетім бүл кетпестен тіпті сушнякпен отырып қарағанмын. Жоқ, мені ауру деп ойлап қалма, ол кезде менде жүйкемде сәл ауытқу болған. Сонымен сюжет сол баяғы Жапониядағы оқиға. Сюжет бойынша Жапонияда бір заң енгізіпті. 16 жасқа толған баланың болашақ жарын үкімет таңдап береді екен. Я, дәл солай. Үкімет алады да рандомно 2 жұпты қосып жібереді. Және олар таңдалған жұбан SMS арқылы жібереді екен. Олардың ойы бойынша осы заңның көмегімен бала туу көрсеткіші жоғарлап, сол баланың генетикасы чётки болады дейді. Бұл заң күшіне енгелі 40 жыл өтіпті. Заң қабылданған жылға қарағанда халыққа вообще похуй секілді. Юкари Неджима, анименің басты кейіпкері. Ол бір қызға ғашық болғандықтан бұл заңға әрине қарсы. Ал ғашық болған қызы Мисаки Такасаки. Бұрында Юкари әрине трәпкі болғандықтан қызға сезімін өшіргіш арқылы білдіреді. Тура мағынада емес әрине. Сосын Юкари онымен сөйлесіп алайын деген оймен оны кешкі 6-да паркке шақырады. Ол болса окей дейді. Сосын Юкари ұзақ күтеді. Уақытқа қараса сағат 11-ден асыпты. Қой пизу, кетейін дегенде внезапно Мисаки жетіп келеді. Сосын екеуі 12-ге дейін өсек айтып отырып Юкариға SMS келеді. Онда сіздің жұбыңыз Мисаки Неджима деп тұрады. Ура деп енді қуана бергенде бір-екі ноунейм келіп, телефондағы қате ол деп бір қағазды береді. Қағазда басқа біреудің есімі болады. Екеуінің көңілі түсіп кетеді де жылауға сәл-ақ қалады. Егер де осы сәтте сенің де көңілің түсіп кетсе, лайк бас. Әрине мен ойнап айтамын, екеуі де лох екен. Ал әрі қарай не болатыны ешкімге қызық емес шығар. Ендеше айтпай қояйын. Қуана берсең болады. Себебі мен говно анимелерді аяқтадым. Или аяқтамадым. Видео ұнаса лайк бас, арнаға тіркел. Сау.